Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз гемоглобиннің түсу себебін және үй жағдайында гемоглобинді көтеру жайлы айтатын боламыз. Гемоглобин темірге бай ақуыз эритроциттердің пайда болуының бастапқы кезеңінде пайда болады. Гемоглобиннің қызметі ағзаның тіндерін оттегімен қанықтыру. Гемоглобин төмен болса, мынандай көріністер орын алады. Құрғақ және бозғылт тері, ерінің көкшіл реңкті және тілді ашық қызыл, ерінің шетінде жырықтар пайда болады. Сынғыш тырнақтар, терінің қартаюы, әлсіздік, өсудің тоқтап қалуы, шаштың түсуі, жиі әлсіздік пен шаршау, естен тану, ұйқышылдық, төмен қан қысымы, жылдам жүрек соғысы, иіс сезуінің бұзылуы және дәм сезу әдеттерінің өзгеруі, организмнің жалпы иммунитеттің әлсіреуі. Құрамында темірі бар тағамдар гемоглобин концентрациясын жоғарылатуы мүмкін. Олар халва, бауыр, жаңғақтар, кептірілген саңырауқұлақтар, теңіз тағамдары, қызылша, сәбіз, бидай кебектері, кептірілген жемістер, теңіз балдырлары, қарақұмық және сұлы жармасы, анар. Ең жоғары концентрацияда темірі бар халва. Бұл құнды күнжет десерті. 100 граммда 50 миллиграмм темір бар. Сондай-ақ құрамында кальций, калий, мыс, магний, мырыш, фосфор, С, Е және В тобындағы витаминдері бар. Бауыр гемоглобинді көтеретін өнімдердің арасында ойып тұрып орын алады. Бауырда темірден басқа минералды элементтердің мыс, магний, калий, витаминдердің және жасушаны қалыпқа келуіне ықпал ететін ақуыздың жоғары концентрациясы бар. Жаңғақтар темір мен калий мен магний мен А және Е, В тобындағы витаминдермен, ақуыз және омега май қышқылдарымен қаныққан. Қан құрамын қажетті деңгейде ұстап тұру үшін, шаршаудан құтылу үшін, иммундық жүйені нығайту үшін күніне 5-6 тал жаңғақ жеу жеткілікті. Қызылша қандағы гемоглобинді арттыратын маңызды тағамдардың бірі. Тамырының құрамында темірден басқа белоктар мен витаминдер кіреді. Күн сайын 100 грамм пісірілген қызылша жеу немесе 30-40 мл шырын ішу ұсынылады. Қызылша шырыны ағзаға жақсы сіңу үшін оны тоңазытқышта 40-50 минут ұстау керек. Бидай дәндері. Дәнде 15 мл-ден астам темір, сонымен қатар В тобының дәрумендері бар. Тәулігіне 30 грамм бидай дәнін жеу жеткілікті. Кептірілген жемістер. Жемістерді кептіру кезінде темірдің концентрациясы 4-5 есе артады. Гемоглобин деңгейін жоғарылататын өнімдерді реттейтін диетаңызға кептірілген өрік, қара өрік, мейіз, инжир, құрма, кептірілген алманы енгізу ұсынылады. Кептірілген жемістер метаболизмді қалпына келтіреді, жүрек жұмысын жақсартады, тиімділікті арттырады. Теңіз балдырлары. 100 грамм теңіз балдырында 12 миллиграмм темір бар. Сондай-ақ барлық дене мүшелерінің жұмысын жақсарту үшін қажетті басқа да минералмен қамтиды. Күн сайын 2-3 қасық теңіз балдырын жеу керек. Жармалар. Темірге бай дәнді дақылдар, әсіресе қарақұмық және сұлы жармасы. Бірақ сіз оларды сүтсіз пісіріп жеу керек екенін ескеруіңіз керек. Өйткені кальций темірді сіңіруге мүмкіндік бермейді. Анарда темір аз, бірақ та күнделікті бір анарды тұтыну немесе жаңа сығылған 250 миллиграмм анар шырынын тұтынсаңыз, гемоглобинді көтеру мүмкіндігі бар. Жұмыртқа құндылығының бір бөлігі сары уызы. Ол темірге бай. Ол майлар мен белоктарға, минералды заттарға ғана емес, сонымен бірге витаминдерге де бай. Итмұрын дәрумендер мен микроэлементтердің нағыз қоймасы. 100 грамм кептірілген итмұрынның құрамында 12 миллиграмм темір бар. Жидектер, калина, таугүлі, мүк жидек, қарақат, итағашы, құлпынай. Бұл барлық жидектер гемоглобинді арттыруға көмектеседі. Сіз олардың жаңа піскен, мұздатылған, ұнтақталған, қантпен, жеміс сусындармен компот түрінде пайдалана аласыз. Гемоглобиннің қалпына келу процесі тез болмайды. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 3 айдай уақыт қажет. Сүтті тағамдар, шай, кофе,
темірдің сіңірілуіне кедергі болатынын ұмытпаңыз. Қазақша контентті қолдап каналға жазылуды ұмытпаңыз.